Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 102-ші сабақ. Біздің жобамыз. Жұмбақтағы сын есімдер. Жұмбақ көлемі шағын, құрылымы жұп-жұмыр. Аз сөзбен көп нәрсені беретін жанр. Оның құрылымы екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі жұмбақтың байлауы, екінші бөлігі жұмбақтың шешімі. Жұмбақтарда сын есімдер жиі қолданылады. Жасырылған затты, белгілері, түр-түсі, көлемі, қасиеті, атқаратын қызметі немесе қимыл-әрекеті бойынша табуға болады. Оған төмендегі жұмбақтарды шешу барысында көз жеткізесің. Бірінші, жұмбақтарды оқы. Әрі қызыл, әрі тәтті, татқан жанды таңыр қатты. Балалар, сендер де жұмбақтың жауабын ойланып, дұрыс тапқан шығар деп ойлаймын. Жұмбақтың жауабы алма. Бір түкті кілем, бір түксіз кілем. Жұмбақтың жауабы аспан, жер. Төрт қырлы, өзі аппақ, тақтадағы ізі де аппақ. Оны да өздерің балалар жауабын дұрыс тапқан шығар деп ойлаймын. Жұмбақтың жауабы бор. Айдары шағын, қара күрең сауыры, аппақ қардай бауыры. Қызғыш. Иір денесі, сахараның кемесі, ащы шөптер тамағы, шөлден шыдап бағады. Жұмбақтың жауабы түйе. Сын есімдер жұмбақтардың шешуін табуға көмектесті ме дейді. Сын есімдер жұмбақтардың шешуін табуға көмектесті. Олар жұмбақталған нәрсенің қандай бөлігін көрсетіп тұр? Олар жұмбақталған нәрсенің ерекше белгілерін көрсетіп тұр. Екінші жаттығу. Сыныпта жұмбақтар байқауын ұйымдастырыңдар. Ол үшін байқаудың жоспарын құрып, шақыру қағазын дайында. Жоспар. Бірінші, жұмбақтар шешуден жарыс. Екінші, суретке қарап жұмбақ құрастыру. Үшінші, суреттегі заттарға байланысты жұмбақтар айту. Жоспарландыру. Сыныбымызда жұмбақ шешуден жарыс өткізіледі. Шарты: жұмбақтарды шеше білу. Суретке қарап, жұмбақ құрастыру, жұмбақтар жасыру. Жарысқа барлық бала қатыса алады. Байқау соңында жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен мақтау қағаздары беріледі. Өтетін күні 13 наурыз. Сағат 3:00-де 4-ші кабинет. Қатысатын оқушылар сыныбымыздың мәдениет секторына жолығуларыңызды сұраймыз. Міне осындай хабарлама жазуға болады. Үшінші жаттығуда өз жұмбағыңды құрастырып суретін сал дейді. Түрлі түсті көпір, бірақ ешкім жүрмейді. Оның жауабы балалар, сендер де дұрыс тапқан шығар деп ойлаймын. Түрлі түсті көпір, бірақ ешкім жүрмейді. Жауабы кемпір қосақ. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.